бай болу үшін және байлыққа жеткізетін әдеттер. Материалдық өмірде жетістікке жеткен табысы мол, бай адамдарды қарапайым адамдардан тек өмір сүру салты ғана емес, әдеттері де ерекшелеп тұрады. Ең бірінші кеңес, әр күніңізді қызықты еткізіп өтетіндей жоспарлаңыз. Джефф Безос ең бай адамдардың қатарынан екінші орынды алады. Ол өз күндік жоспарын былайынша жоспарлайды. Әр күні өзіне қызықты болатындай, қызықтыратын бір іспен айналысу. Бұл психикалық тұрғыдан және физикалық тұрғыдан адамға демалуға мүмкіндік береді. Әр күні қауырт жұмыстан бас алмай орындайтын адамдардың уақыты да, қызығушылығы да, тіпті демалысы да болмайды. Сондықтан әр күніңізді қызықты етіп, өзіңізге ұнайтын бір іспен айналыссаңыз, миыңыз да тынығады. Екінші әдет, бай адамдар өзінің қызығушылығы үшін жұмыс істейді. Олар ақша табу үшін емес, өзіне ұнайтын болғандықтан сол іспен айналысады, және ол істен олар ләззат алады. Келесі әдет, бай адамдар өзіне тек үлкен мақсаттарды қояды. Мысалы, айына $5000 табу, және одан төмен қоюға болмайды. Өйткені сіздің мақсатыңыз жоғары болған сайын, сізде оған үлкен талпыныс болады. Келесі ерекшелік, бай адамдар өте коммуникативті болып келеді. Ол дегеніміз, олар кез келген адаммен емін-еркін сөйлесіп кете алады, және кез келген ортада да қысылмай өз ойын білдіреді. Кеңістікте ақша өте мол, ал сол молшылық сізге адамдармен тіл табысу арқылы келеді. Сондықтан тұйық ұяң болудың қажеті жоқ. Адамдармен араласып, сөйлесіп үйреніңіз. Себебі тұйық және өз ойын білдіре алмайтын адамдар сирек байлыққа жетеді. Егер тезірек байлыққа, табысқа қол жеткізгіңіз келсе, мына ережені ұстаңыз. Бұл ортаңызға мән беріңіз. Байлық санасында өмір сүретін бай табысты адамдарды айналасында өзі сияқты бай, оптимисті, өмірге кез келген жағдайда позитивті көзқарасты ұстанатын адамдар қоршайды. Егер сіздің араласатын ортаңыздағы адамдардың болашаққа қойған үлкен мақсаты, үлкен ақша табуға деген талпыныс және тіпті позитивті көзқарастары болмаса, онда бұл адамдармен жүріп, сіз ешқашан табысқа жете алмайсыз. Келесі әдет, бай адамдар негізгі табыс көзінен бөлек, пассивті түрде оларға табыс әкелетін іспен де айналысады, яғни оның жолын біледі. Сондықтан сізге жұмыс істемесеңіз де, ақша түсіп тұратын табыс көзін табу керек. Ал үнемі сіздің қатысуыңызды талап ететін және барлық жауапкершіліктің бәрі сізге ғана түсіп тұратын бизнес түрін ашуға кеңес етпейміз. Егер қалай байлыққа жету жолын білмей жатсаңыз, онда сізге ең оңай жол бай адамдардың өмір баянын оқу. Олардың өмір жолында алғашқы миллионын қалай тапқаны жайлы, және табысты бизнесті қалай құрғаны, және неден бастағаны жайлы оқып білсеңіз болады. Бұл өз кезегінде сізге мотивация беріп қана қоймай, санаңызда бай адамдарға деген жақсы көзқарасты қалыптастырады. Көпшілік қауым бай болғысы, айына миллиондап ақша тапқысы келеді, бірақ ол ісі жүзеге аспай жатады. Неге? Себебі біздің санамызда ақшаға деген байлыққа және айына миллиондап, миллиардтап табатын бай, табысты адамдарға деген негативті ұстаным жатыр. Бұндай негативті ұстанымның барлығы бала кезден бастап алады. Яғни ата-анамыздан, айналамыздағы адамдардан естіген негативті ұстанымдар. Ақша қолдың кірі, ақша су, ақша адамды бұзады деген ұстанымдар.
Мысалы, біздің кішкентайымыздан көріп өскен мультфильмдар ертегілерде болсын, барлығында бай адамды жауыз, қанішер, сараң және елге жағымсыз кейіпкер қылып көрсетеді. Ал кедей адамды ақ көңіл, ақылды, елдің бәрі жақсы көретін бір жағымды кейіпкер қылып көрсетеді. Осыдан кейін баланың санасында байлар өте зұлым, байлар сараң, мен бай болсам мені ешкім жақсы көрмейді. Ал кедей яғни ақшасы болмаса да, ол өте ақылды, ол бақытты деген ұстанымдар келеді. Негізінен адамның жақсы, жаман болуы ақшаның барына байланысты емес. Ақшасы көп адамдардың да, ақшасы жоқ адамдардың арасында да жақсы да бар, жаманы да бар. Демек, адамның жақсы, жаман немесе ақылды, ақымақ болуы оның бай болуына немесе ақшасы жоқ болуына қатысты емес. Егер негативті ұстанымдармен жұмыс істегіңіз келсе, арнайы техникаларды қолданыңыз. Ең басты және соңғы ерекшелік, бай адамдар өмірдегі барлық жағдайға позитивті және жеңіл көзқараспен қарайды.